Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы шеңбер және дөңгелек. Бүгінгі сабақта радиусы бойынша шеңбер және дөңгелек салатын боласың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Велосипедтің денсаулыққа пайдалы ғана емес, сонымен бірге экологиялық қауіпсіз көлік екенін білесің бе? Ол қалаларда ауаны таза күйінде сақтауға көмектеседі. Кестені қара. Әр түрлі жастағы балаларға арналған велосипед дөңгелегінің радиусын анықта. Енді қарайық оқушылар. Яғни оқушының жасы берілген 2-4 жас, 4-6 жас, 6-8 жас, 8-10 жас, 10-12 жас. Және де төменгі жағында олардың бойларының ұзындығы. Және де дөңгелегінің, велосипед дөңгелегінің диаметрі. Енді қарайық. 2-4 жастағы баланың бойы 90-100 см болады, ал велосипед дөңгелегінің диаметрінің өлшемі 30 см. Келесі 4-6 жастағы баланың бойы 95-105 см, ал дөңгелегінің диаметрі өлшемі 35 см. 6-8 жастағы баланың бойының ұзындығы 100-115 см, ал велосипед дөңгелегінің диаметрі 40 см. Келесі баланың жасы 8-10 жас, бойы 110-125 см, ал велосипед дөңгелегінің диаметрі 45 см. Ал баланың жасы 10-12 жас кезінде оның бойы 130 см-ден бастап, яғни ары қарай жоғарылайды. Ол кездегі дөңгелек диаметрінің өлшемі 50 см болады екен. Келесі екінші тапсырма салыстыр. Бұнда яғни берілген өрнектердің мәндерін тауып салыстырамыз. Енді біріншісін қарайық. 132-ден 35 азайту 132-ден 18. Бұнда бөлімдері бірдей болғандықтан алымдарын азайтамыз. 35-тен 18 азайтсақ 17. Сонда 132-ден 17. Келесі 132-ден 29 қосу 132-ден 5. 132-ден 34. Енді бөлімдері бірдей болғандықтан салыстырған кезде алымдарына қараймыз. Қайсының алымы үлкен болса, сол жақ артық болады. Яғни бізде 34 артық, ендеше 132-ден 34 артық. Келесі 150-ден 78 қосу 150-ден 20, 150-ден 98. 150-ден 90 қосу 150-ден 35, 150-ден 125. 150-ден 125 артық. 200-ден 65 қосу 200-ден 125. 200-ден 190. Енді екінші жағы 200-ден 99 қосу 200-ден 86, 200-ден 185. Сонда 200-ден 190 артық. Келесі 90-нан 75 азайту 90-нан 13. Қанша болады? 90-нан 62. Келесі 90-нан 29 қосу 90-нан 37, 90-нан 66. Енді 62, 66, 66 бізде артық. Келесі үшінші тапсырмаға қарайық. Бізге АС, яғни міне, АС 5 см кеткен, ал СБ 3 см болатын осындай шеңберлерді сыз дейді. Енді қарайық, мынау АС дегеніміз ол бізде не? Шеңбердің радиусы, және СБ де ол радиусы. Түсінікті ғой? Яғни сол радиусы бойынша біз сендермен шеңберлер сызамыз. Келесі төртінші тапсырманың асына қарайық. Есепті шығар. Бауыржан 120 метр жол жүрді. Бұл оның барлық жолының 4-тен 3-ін құрайды. Ол тағы қанша метр жол жүруі тиіс? Енді бұл жерде біз сіздермен бөлігі бойынша бүтінді табамыз. 120-ны 3-ке бөлеміз, 40. 40-ты 4-ке көбейтеміз, 160 метр. 160-тан 120-ны азайтамыз, 40. Сонда жауабы Бауыржан 40 метр жол жүруі тиіс. Енді сіздерге бұндай тапсырма берілген. Берілген есепке кері есеп құрастыр және шығар. Ендеше қарайық. Кері есеп. Бауыржан 160 метр жол жүруі тиіс еді. Ол барлық жолдың 4-тен 3-ін жүрді. Бауыржан қанша километр жол жүрді? Енді қарайық. Бұнда бүтіннің бөлігін табамыз, яғни. 160-ты 4-ке бөлеміз, 40-40-ты 3-ке бөлеміз, 120 метр. Жауабы Бауыржан 120 метр жол жүрді.
Келесі 5-ші тапсырманың асы. Электр көлік ара қашықтығы 420 км болатын екі қаланың арасын 7 сағатта жүріп өтуі тиіс. Ол алғашқы 2 сағатта жүруі қажет жылдамдықтан 5 км сағат кем жүрді. Ол кешікпей келу үшін қалған жолды қандай жылдамдықпен жүруі тиіс. Енді қарайық. Бізде барлығы 420 км берілген, оны ол 7 сағатта жүруі тиіс. 420-ны 7-ге бөлеміз, тем болады 60 км сағат. Яғни сонда ол 60 км сағат жылдамдықпен жүруге тиіс. Бірақ ол алғашқы 2 сағатын 5 км сағатқа кемірек жүрген, ендеше азырақ жүрді. 60-тан 5-ті азайтамыз, 55 км сағат. Сонда ол алғашқы 2 сағатын 55 км сағатпен жүрген екен. Ол үшін қанша километр жүрген табу үшін 55 км сағатты 2 сағатқа көбейтеміз. Тем болады 110 км. Сонда ол алғашқы 2 сағатта 110 км жүрді. Енді ол қалған 5 сағатта неше километр жүруін табу үшін 420 км-ден 110-ды азайтамыз, тем болады 310 км. Енді сол 310 км-ді 5 сағатқа бөлеміз, тем болады 62 км сағат. Сонда жауабы кешікпей келу үшін қалған жолды 62 км сағат жылдамдықпен жүруі тиіс. Енді 5-ші тапсырманың әсіне қарайық. Шебер дейді, 6 сағат ішінде 210 бөлшек, ал оның шәкірті 8 сағатта 224 бөлшек жасады. Кімнің еңбек өнімділігі жоғары және қаншаға жоғары? Ол үшін әр қайсысын жеке табамыз. 210-ды 6-ға бөлеміз 35 бөлшек сағатына, және екінші шәкіртінікін табамыз, 224-ті бөлеміз 8-ге, тем болады 28 бөлшек сағатына. Енді бірінен азайтамыз. Яғни бұл жерде бізде кімнің еңбек өнімділігі жоғары? Әрине ұстаздікі. Қаншаға жоғары? 7 бөлшек сағатына жоғары екен. Келесі 6-шы тапсырмаға қарайық. 6-шы тапсырмаға қарайық. 5 есепте және тексер деді. 568.900 қосу 321, тем болады 569.221. Келесі 879.652 қосу 214.879, тем болады 1.094.531. 300.000 азайту 1.546, тем болады 298.454. 90.003 азайту 54.780, тем болады 35.223. 187.812 бөлінген 333, тем болады 564. 870.500 көбейту 201, тем болады 174.970.500. 9.800 бөлінген 25, тем болады 392. 2496 көбейту 54.781, тем болады 136.733.376. Келесі 8-ші тапсырма. Сиқырлы шаршыны толтыр дейді. Енді қарайық оқушылар, бізге сиқырлы шаршы берілген, онда кейбір сандар бізге берілген. Қалған сандарды өзіміз табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бірінші соңғы қатарды қарасақ, бізде барлық сандар берілген. Ендеше осы сандардың қосындысын табайық. 18-ді 33-ке қоссақ, қанша болады? 51 болады. 51-ді 24-ке қоссақ, қанша болады? 75. Сонда 3 санның қосындысы, яғни бізде нешеге тең екен? 75-ге тең. Енді келесіні табайық қанеке? Біз сіздермен, яғни 26-ны 32-ге қосамыз, қанша болады? 58. Енді 75-ке қанша жетпейді? 17. Ендеше бұл жерде бізде 17-ге тең. Келесіні қарайық. 26-ны 18-ге қосайық, бізде неше болады? 44 болады. Енді 75-ке қанша жетпейді? 31 жетпейді екен. Не көрдіңіздер ме? Қалай біз тауып жатырмыз? Келесіні қарайық. 32 және 24. 32-ні 24-ке қоссақ, 56, 75-ке қанша жетпейді? 19. Және соңғысын 17-ге 33-ті қосамыз. Қанша болады? 50 болады. Енді
75-ке қанша жетпейді? 25 жетпейді екен. Түсінікті ғой оқушылар, сиқырлы шаршыны қалай табу керектігін. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.